Сіздерге анамның жастық шақтағы махаббатының қалай кек алған жайлы айтып бергім келеді. Бұл әңгіме ішіме сияр емес. Анам есімі Сабира. Хас сұлудың өзі болған. Кезіндегі фотосуреттеріне көрген жан қайта-қайта қарай бергісі келеді. Менің түрім де анама қатты ұқсайды. Көшірмесі сияқтымын. Анамның алғашқы махаббаты және жігіті болған. Олжас есімді сері жігіт деседі. Қаладан ауылға жиен болып қыдырып келіп кетіп жүріп, анаммен танысқан екен. Екеуі де әлі жас лаулап тұрған шағы. Олжастың әкесі жоқ, тастап кеткен, анасы ғана бар. Ауылға сол ішінде жиі келеді, нағашы әжесінің үйіне. Анама кездескен сайын құр-қол келмей, гүл немесе тәттілер әкеліп көңілін таба білген. Туған күніне алғаш рет алтын алқа берген. Оны анам әлі күнге дейін сақтап жүр. 2 жылдай қыз жігіт болып жүріпті. Шағын ауылда әңгіме жата ма? Екеуінің махаббатын бәрі естіген. Бірақ анамның әкесінің құлағына жетіп, бұл махаббатқа қарсы еді. Ей қыз, тегі жоқ күйеу бала керек емес. Әкесі тастап кеткен олда қайбір тәрбие бар дейсің. Ол тексіз, ешқашанда сені тұрмысқа бермеймін. Осыны саңаңа құйып ал, деп анасы екеуі күнде ұрсады. Бірақ анам бұл жайлы Олжасқа ғашығына айтуға батылы жетпей, тек үнсіз жылап қалатын. Нағашы атам бұл істің соңы жақсылыққа бармайтынын біліп, анамды басқа қалаға оқуға, туыстарының үйіне жіберіпті. Солай 2 жас 2 жаққа кетіп, бір-бірінен көз жасып қалады. Ол кездері байланыс әлеуметтік желі болмаған. 1997 жылдар еді. Хат хабарсыз кеткен анам жігітін қатты сағынып құса болып жүреді. Атамның үйіне Олжас күнде барып, Сабира қайда айтыңызшы деп сұрап жалынса да, атамнан таяқ жесе де қайтпай сұрай беріпті. Атамның, сендей тексізге қызымды бермеймін, шешең салдақы болған, тәрбиесіз өскен жетімек деп байғұс жігіттің ар-намысына тиісіп, әбден көресі көрсеткен. Ол астай қорадан малымды ұрлады деп, күнәсіз жігіттің ісінен арыз жазып, 4 жылға соттатып жіберіпті. Ауыл шулап, жастарды бекер айырдау, соңы не болар екен деп атама, жігіттің туыс кісілер кешірім бер, арызыңды қайтарып ал деп сөйлеген екен. Бірақ оны тыңдайтын атам жоқ. Таныстарына ақша беріп, жазықсыз жігітті темір торға тоғытқанына мәз болыпты. Анам бұл жағдайдан бейхабар болыпты. Арада 4 жыл өтеді. Анам оқуын бітірген бойда ауылына келеді. Нағашы атам болса шай үстінде: қызым, сен естідің бе? Естімесең айтайын. Тексіз Олжас жақында ғана түрмеден шықты. Анам бұл сөзді естігенде төбесінен біреу мұздай су құйып жібергенде күй кешкен. Жоқ, өтірік айтып отырсыз, сізге сенбеймін деген анама әкесі: не үшін сотталғанын айтайын ба? Сен оқуға кете сала, көрші ауылда бір қызбен жүріп, етегін түрген. Сол үшін сотты болды. Мен сені дер кезінде тоқтаттым, әйтпесе сенің де сораң ағып отыратын едің. Бұндай қылықты тек тексіздер жасайды деп, әкесі тағы да қызын Олжастан аулақ ұстау үшін жалған айтты. Көп ұзамай менің әкеме махаббатсыз тұрмысқа шығыпты. Әкесінің қалауымен. Ең қызығы, той үстінде Олжас пайда болып анама: дәл қазір менімен жүр, сені қатты сағындым. Сені өмір бойы сүйіп өтемін деп қанша жұрттың алдында айтыпты. Анам әкесінің сөзіне сеніп: кет, жоғал арсыз, сені танымаймын деп сол жерде бетін қайтарған. Қанша жыл темір торда анам үшін өмір сүрген. Өзін әлі де сүйеді деген үмітпен келген Олжас ғашығының кет, жоғал арсыз деген сөзі ауыр соққы болды. Сол кезде ашуға булығып,
осы сөзің үшін өмір бойы өкінесің, әлақ көрсетем сендерге деп кетіп қалады. Өмірге өкпелі Олжастың ойын ешкім білмеді. Сол жағдайдан кейін ол мүлде ауылға келмепті. Анам ұзақ уақыт Олжастың соңғы сөзі есіне түскен сайын қорқып жүрген. Кейіннен жүктілік басталып, мазасызданумен жүріп, ол жағдай ұмыт қалдырады. 2002 жылы мен туылдым. Менен кейін 4 іні сіңілім дүниеге келді. Әкем сондай жақсы кісі еді. Анамды қолында аялап, өткен өмірі туралы, Олжас туралы бір сөз айтпаған екен. Араға жылдар салып нағашы атам дүние салды. Ол кезде жасым 15-те. Нағашы атамның ауылына барған сайын біздерді қызғыштай қорғап сыртқа көп шығара бермейтін. Нағашы атам жол апатынан қайтыс болды, бірақ көбі әдейі жасалған деген сыбыс бар деп соңында іс жабылды. Атамның неге бізді сонша қорғап, үнемі жанымызда жүретінін түсінбейтін едік. Әке-шешеме атам үнемі барған сайын, ұл қыздарыңа абай болыңдар, көздеріңнен таса қылмаңдар, барынша жанында жүріңдер деп қоймаушы еді. Анам мен әкем атамның аманат еткен сөзін естен шығармады. Үнемі біздерді бақылап, хабарласып жүретін. Бірде анамның ауылында той болатын болды. Ағайынның тойы еді. Атамның қазасынан кейін мүлде 1 жылдай анам үйден шықпады десем де болады. Анам барды, және мені ертіп апарды. Той кеші басталды. Үйлену той екен. Тума-туыс анам екеумізге таңырқай қарап, мәссаған, қызың аузыңнан түсіп қалғандай, айнымайды екенсіңдер деп таңырқай әңгімелерін жалғастырып кетті. Я, шынымен де анамның дәлме-дәл көшірмесі едім. Сол тойда ортаға биге шыққанда бір жігітпен таныстым. Абылай есімді жігіт екен. Ауылға туыс болып келемін деді. Құрдас екенбіз. Ол менен айы жағынан кіші. Мен ол кезде 19-да едім, жоғарғы оқу оқитынмын. Оның жеке шағын бизнесі бар. Бұлай арағанда сүйкімді жігіт екен. Аздап ұнатып қалдым. Өзім жігітпен аса қатты сөйлесе алмайтын едім. Абылаймен әңгіме тоқтамай, барынша ашылып сөйлесіп жүрдім. Анама шет жағасын айттым. Өзі де тойда байқаған екен. Анама да ұнады. Бір қалада тұратын болғандықтан күн ара жолығып тұрдық. Бір-бірімізді қатты сүйіп қалдық. Ессіз ғашық болдым. Оның ең көп айтатын сөзі, ертерек үйленсек қой, сені күнде қасымда көргім келеді деп менің миымды улайтын еді. Бұл жолы жігітім мейрамханаға шақырды. Тамақтанып, бірге әңгіме айтып отырдық. Бірде бір жігіт гүл шоқтарын әкеліп берді. Содан жігітім дүйім жұрттың алдында маған сөз салды. Қатты қуандым. Я деп жауап бердім. Екеуміз де бақытты едік. Анам мен әкем менің таңдауыма мүлде қарсы келген емес. Көп ұзамай екі жақ келісіп, той уақыты белгіленді. Бірақ жігітімнің әкесі іс сапарда екен. Сол кісі келер уақытқа тураладық. Бәрі бір ойлағаннан да ерте әрі оңай болып жатыр. Екі жақтан қызу дайындықты бастап кеттік. Ұзату тойым өтіп, келін болып ақ босаға аттадым. Бірақ атам ұзату тойына болмады. Үйлену тойда келіп жетті. Көп күткен әкесі де қайнатам үйге келді. Күйеуім жалғыз бала, артынан ерген жалғыз қарындасы бар. Қайнатамның маған деген көзқарасы денемді түршіктіріп жіберетін еді. Менен көз алмай, үнемі қасымда жүретін. Менімен әңгіме айтқысы келіп, сөзге тартып, үнемі мені мақтап, тәттілер әкеліп беріп жағдайымды жасаушы еді. Тойда анам өзін жайсыз сезініп жүрді. Не болғанын ашып айтпай, ештеңе емес деп жауап беретін. Жан жағына қарап, алақ-жұлақ етіп, қорқып отқан адамдай көрінді. Әкемнің де көңіл күйі түсіп кеткен. Мені қимай жүрген шығар деп ойладым.
Тойдан кейін енем шай үстінде маған: «Мамаң өзін біртүрлі ұстады ғой, бәрі дұрыс па екен? Әлде берген кәде-сыйымызды ұнатпай қалды ма?» деді. Мен ыңғайсызданып: «Бәрі жақсы, мені қимай жүр, барлығы жақсы» деп әрең сөз тауып кеттім. Бұл үйде атам не десе сол болады. Қабағын түйген атам енеме: «Не жұмысың бар? Одан да жұмысыңа кешігіп қаларсың. Сыйымызды неге ұнатпайды екен? Елде жоқ сыйды бердік» деп қуғандай болды енемді. Қайынсіңілім деп көп аса би мектебіне барады. Одан қосымша сабағы бар. Үйден ертемен кетіп, кешке бірақ келетін. Күйеуім де дәл солай. Атам ашып берген мейрамханадан бастық. Бұл жылы үйде атам екеуміз қалдық. Оның өзін ұстауы әдеттегіден де қорқынышты әрі ерсі. Ары-бері жүріп, бетімнен ұстап: «Сені сол жансың» деп түсініксіз нәрселер айтты. Артық сұрақ қоюға жүрексіндім. Мен де жұмысқа кеттім деп атам үйден шықты. Үйдегілердің бәрі кешке келетін. Таңертең ерте тұрғандықтан кішкене бөлмеге мызғып алайын деп кірдім. Көзім ілініп кетіпті. Есікті біреу ашқандай болды. Кім екен деп бөлмеден шықсам, атам есік алдында тұр. Қолымнан қысып ұстап құшақтап алды. Мені аймалап: «Жеттім-ау саған, ақырғы кегім орындалды» деп тағы да бірдеңелерді айтып жатты. Менің шыңғырып босатуын сұрап жатырмын. Сол күні мен әбден азапталдым. Атам ойына келгенін жасады. Және де маған біреуге айтсаң, анаңның жанын аламын деп қорқытты. Есіме түссе әлі күнге дейін жек көремін, жылағым келеді. Атамның сөздері санамнан өшер емес, кегімді алдым дегені. Сонша жылға арманым орындалды деп ахахалап мәз. Сол күні ешкімге ештеңе айтпастан үйіме қарай жүгірдім. Төркінге келгені анам бір нәрсенің дұрыс емес екенін білді. Анаммен сөйлесіп отырып жылап жібердім. Және де бар шындықты айттым. Екеуміз қосыла жыладық. Сөйтсем, атам деп жүрген адам анамның бұрынғы жігіті Олжас болып шықты. Ол кезінде кек аламын деген сөзінде тұрып, ақыры кегін алды. Анамның бар шындықты айтты. Әкем сығалап тыңдап тұрған екен. Сол бойдан ашуланып, жұмыс орнына барып, қайнатамды өлімше етіп сабады. Әріптестері араласпағанда өлтіруге дейін баратын еді әкем. Сол кезде қайнатам: «Иә, бұл менің соншама жылғы кек алу жоспарым. Бірақ толығымен аяқталмады. Әлі сендер өлмедіңдер. Көрсетем сендерге» деп аузына келгенін айтып, жынды адамша күле беріпті. Енем, қызы, ұлы бәрі бұл жағдайды естіп шок болған. Әкесінің осындай есуас адам екеніне таң қалды. Менің әкесіне зорлық көргенімді естіген күйеуім өз әкесін абайсызда өлтіріп алды. Қазір түрмеде. Бірнеше жылға сотталып кетті. Енем мені қарғап, түгімді қоймады. Ал менің өмірім күл талқан болды. Күйеуім түрмеде отырып: «Сағындым, сүйдім, мені күтші» деп толассыз хат жазуда. Оқимын да қиналып жылап аламын. Мен де оны әлі қатты жақсы көремін. Оның да менің де күнәміз жоқ қой. Десе де әке-шешем онымен ажырас, әлі жассың, бақытыңды тап деп менің жаңа өмір бастағанымды қалайды. Ал мен күйеуімді қимаймын, ұмыта алар емеспін. Қазір бұл жағдайды баяндап беру қиынға соқты. Бірақ өзгелерге сабақ болар деп ойлаймын. Кек, ыза, өш алу деген жақсылық әкелмейтін іс деп айтқым келеді.